Ассалаумағалейкум, жол жанашырлары. Бүгін біз жай ғана тракторды емес, нағыз жолдың қас батыры деген техниканы көрсететін боламыз. Бұл жолды жай ғана төсеу үшін емес, бұл жолды алғашқы күннен тәрбиелеу үшін туған. Дайынсың ба, Макс? Ендеше бастаймыз. Көрсетем, дискотеканы, веканы, теканы мұңай. Көрсетем, дискотеканы, веканы, теканы мұңай. Көрсетем, дискотеканы, веканы, теканы мұңай ма. Көрсетем, дискотеканы, веканы, теканы мұңай ма. Бұл техниканың салмағы 21-23 тонна. Бұл бір ғана трактор емес, бұл асфальтты астына салып алып жүре беретін трактор. Жел соғама, жаңбыр жауама, мен мұнда қаламын деп айқайлап тұра береді. Бұл техника сағатына 800 тонна асфальтты төсе алады екен. 800 тонна дегеніміз 40-қа жуық толған КАМАЗды бір сағатта жұтып жібереді деген сөз. КАМАЗ жүргізушілер келеді да, аға, біз енді ғана келдік қой деп айқайлай береді. Бұл деген не өзі? Бұл қарапайым тілмен асфальт укладчик. Бұл асфальтты жерге ләппен төсеп отыратын үлкен робот. Дәл мынандай техниканы айдап жүрген оператор жігіттер, егерде армияға барып танк айдайтын болса, бір нағашысының үйіне қонаққа барғандай болатын сияқты. Өйткені мынаның барлығы танкінің конструкциясына келеді. Сен де ауылда құр жата бермей, бір осындай техникаларды үйреніп, осындай жұмыстарға кірсең болады ғой негізі. Бірақ сен сияқты жалқауларды қайдам алуы екі талай. Запуск, старт, ракета. Бомба атомная, звук из капа ракета. Мұнда тек сөздері өтеді авторитеттің. Мұнда қап-қара менттері важный. Неше түрлі движі покажный. Қазір білмейм, бірақ бұрында перестрелки, боевик, кинодан башы. Кешкі чисті кошки, мышки. Қазір ешкім петаққа барып сандалғысы келмейді. Қолыңызда тұрған телефонды ашып, App Store немесе Play Marketке кіріп, G-Service KZ қосымшасын жазып алыңыз. Ол қосымшаның ішінде жаныңызға керекті барлық техникаларды таба аласыз. Ішінде КАМАЗ, ассенизатор, кран, экскаватор, каток, барлық спецтехника түрлері бір қосымшаның ішінде. G-Service KZ қосымшасын App Store немесе Play Markеттен жүктеп пайдаланыңыз. Бұл бомақтың қомағай асқазаны, яғни бұл бункер, 7-де 2 куб метр. Бұл жерге асфальт қоқыс сияқты төгіледі. Самосвал келді, төкті, кетті. Бұл тағы да материал бар ма деп сұрап тұрады. Яғни бұл самосвал айдайтын жігіттердің қорқынышты түсі. Бұл техниканың жылдамдығы минутына 25 метр. Бұл жарыс емес, сондықтан бұл жерде жылдамдықтан гөрі сапа маңызды. Ал транспорттық жылдамдығы сағатына 4 километр. Бұнымен үйге қайтқанша жаяу қайтсаң тезірек жетесің негізі. Және де достар, Көмек Машинери Қазақстан компаниясынан техникаларды қалай және қандай жолдармен алуға болатынын толығырақ білетін боламыз. Көмек Машинери Қазақстан компаниясы КАМАЗ және Бомак брендтерін ұсынады. Бұл техникаларды барлық тәсілмен алуға болады қолданыстағы. Барлық лизингтік компаниялармен жұмыс жасаймыз. Және де компания 1 жылдан 2 жылға дейінгі аралықтағы кредитке алуға болады. Оның алғашқы жарнасы 30%. Оның ішінде долларға привязка болса жылдық қосым пайызы 10% болады. Ал теңгемен қалған жағдайда 24% болады. Және де рассрочканы да қарастыруға болады. Егер 50% бағасын төленсе, 1 жылға дейінгі аралықта қарастырады. Және де қолдан 100%-пен алуға болады. Ал енді достар, мына плиталарына келетін болсақ, бұл 2,5 метрден 10 метрге дейін созылады. Бұл жерде тек қана асфальт төселмейді, бұл жерде вибрация бар. Сондықтан төселіп жатқан асфальт вибрация арқылы нығыздалып, қатайып шығатын болады. Яғни катоктардың жұмысын жеңілдетіп береді. Бұл қозғалтқышы DeoTZT 2012L06 6 цилиндрлі 184 ат күшімен жабдықталған. Қозғалтқышында салқындату жүйесі бар. Сондықтан бұл күні бойы жұмыс істеуге бейімделген. Қанша уақыт жұмыс істесе де қозғалтқышы қызып кетпейді. Бұны осымен жұмыс істеп жатқан құрылысшылардың бәрі біледі. Өте тамаша мотор. Мынау кішкентай не десеңіздер, бұл осы бомақтың рулі,
бұл ойыншық емес. Бұл жерде жай ғана трактор жүргізушілері отыра алмайды. Бұл жерде өз ісінің мамандары отырады, және де сенімсіз водительдер болмаққа керегі жоқ. Иә достар, Шымкент қаласында бүгін жаңбыр жауып тұр, бірақ жаңбырдан кейін күн шығатынын барлығымыз білеміз. Бұл өмірдің ақ пен қарасы секілді, бұл техниканың да минусы мен плюсы бар. Плюс жағын айттық, енді минус жағын айтайық. Бұл жерде бұл техниканы көптеген компаниялардың қалтасы көтермейді. Сол үшін бұл Қазақстан бойынша 5 данасы жылына сатылады екен. Және де бұл техниканың салмағы ауыр, жұмсақ жерлерде батып қалу ықтималдығы жоғары. Және бұл техниканы бір жерден екінші жерге тасымалдау өте қиын. Ең қызығы, бұл салмақ ауыр болғандықтан дизельді су сияқты ішеді. Достар, видео ұнаса арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Келесі шолуда қандай техниканы көрсетейік. Жолдар тегіс болсын.